достар. Бүгін мен ертең дегендей бір күнімді болмаса жалпы өмірімді сіздерге көрсеткім келеді. Және дәл қазір мен сабақ қарап отырмын. 22:31 өте үлкен көлемді конспект жазып жатырмын педагогика сабағынан. Осы BTS-пен бірге сабақ оқимыз деген видеоны көріп жазамыз. Солай мен өзімнің фокусымды жақсырақ сақтайды екен. Және тағы бір айта кететін нәрсе, қазір мен 2 кітап оқып жүрмін. Біріншісі Агата Кристи Murder in Mesopotamia, екіншісі Көшпенділер. Екеуі де өте қатты ұнап жатыр. Сол мен шашымды бояймын достар. Осы жексенбіде бояуым мүмкін, өйткені келесі дүйсенбіде glow up болып баратындай жайғасып, сондай жақсы көріп шығасыздар деп үміттенемін. Енді сол оқып жатқан кітаптарымды көрсетейін. Біріншісі осы Қытай философиясының қысқаша тарихы деген кітап. Осы айдың басында бастағанмын. Негізі бұл кітапты өте асықпай оқу керек екен, себебі жазып алатын нәрсе өте көп ішінде. Философия болғаннан кейін кішкене ойланып та қаласың. Және мына кітаппен бұны көп жағдайда жай отырып қалған кезде, автобуста болған кезде оқимын, өйткені жеңіл кітап, әрі ағылшын тілінде. Одан кейін мына кітапты ұят болды, ораза кезінде бастағам. Рамазан айында бастала салысымен ортасына келіп қалдым. Жаңа оқыдым біразын. Көшпенділер маған өте қатты ұнап жатыр. Ішіндегі барлық айтылып жатқан нәрселер. Бұның мен міне мынаны 6-шы бетінде келіппін. Ішінде өте қатты ұнап жатқан осы Көшпенділер кітабы. Бірақ осы айда бітірмейтінім анық, себебі көріп тұрғандарыңыздай өте қалың, дегенмен өте қызықты. 7:38 мен сабаққа 11-де шығамын. Қазір 10-дарға таяп дайындала бастаймын ғой. Бұған дейін кітап оқимыз.
Уақыт өткен сайын адам тек жастың емес, сананың да өзгеретінін аңғарады. Бір кезде өміріңнің ажырамас бөлігі болып көрінген адамдар біртіндеп естелікке айнала бастайды. Себебі сенің ішкі әлемің өзгереді. Бұрын сыртқы әсерлерге тәуелді болған көңілің енді тыныштық пен тереңдікті іздеп тұрады. Көпшілікпен қоршалған сәттер бұрынғыдай маңызды болмай қалады. Керісінше, аз ғана бірақ шынайы адамдардың жанында болу үлкен құндылыққа айналады. Қарым-қатынас шеңбердің тарылған сайын оның сапасы арта түседі. Жалған әңгімелер мен уақытша байланыстардың орнын мағыналы үнсіздік басады. Жалғыздық енді бос кеңістік емес, ол өзіңді таңдайтын, өзіңді түсінетін терең бір әлемге айналады. Сен өз ойыңмен оңаша қалып, өзіңе сұрақ қойып, жауап іздей бастайсың. Және дәл сол сәттерде шынайы өсу басталады. Өйткені есею көп адамның ортасында болу емес, өз орныңды тауып, өз болмысыңмен үйлесім табу. Ал кейде бұл ешкімге тәуелсіз, өз-өзіңмен толық бола алу.